Сәлем достар, біз бүгін ащы салат жасайтын боламыз. Қонақ келген кезде тез дайын болатын салаттардың бірі. Бізге ең алдымен шикі свекла мен сәбіз қажет болады. Екеуін үлкен теркіден өткізіп аламыз. Және де үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, кристаллик, паприка, тұзымызды қалауымыз бойынша саламыз. Үстіне алғандай ғана бір қасықтай уксус құямыз, аздау құямыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Және де қалауымыз бойынша шекер саламыз. 2-3 бас чеснок саламыз. Және де азғантай майымызды отқа қатты қыздырып, үстіне құямыз. Сол кезде салатымыз өте дәмді болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырып, соғын шығарамыз. Біздің ащы салатымыз дайын. Қалауыңыз бойынша үстіне күнжіт сепсеңіз болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.